Хорошо, хорошо. Балалар, қазір қай жыл мезгілі? Қазір қыс. Қазір бүгін қыстың нешінші айы? Үшінші айы. Яғни бүгін бізде ақпанның 7-сі екен. Сонымен бүгін сабаққа деген көңіл күйіміз қалай балалар? Көңіл күйіміз тамаша болса былай, жартылай болса былай, және жоқ болса былай көрсетеміз. Көңіл күйіміз қалай балалар сабаққа? Сабаққа деген көңіл күйіміз қалай? Настроение, көңіл күй қалай? Өте жақсы, тамаша, керемет, я? Олай болса балалар бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Тақтаға назар аударамыз. Кімді көріп тұрсыңдар балалар? Кім деп ойлайсыңдар? Ақын, я? Бұл кім екен, Дана? Қалқаман Сарин. Кітаптан оқып қойдыңдар ма? Кітапты жабайықшы, кітапты жабыңдар. Қалқаман Сарин, я? Жақсы. Қалқаман Сарин. Қалқаман Сарин 1970 жылы 2 қаңтарда Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Арқат ауылында дүниеге келген. Қазақтың әйгілі ақыны, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Шалқар радиосының директоры екен. Сонымен балалар, қалай ойлайсыздар, біз бүгін сабақта не істейміз? Біз бүгін сіздермен бірінші дағдыны айтайық, тыңдалыммен жұмыс жасаймыз. Тыңдалым это что, ребята? Тыңдалым слушание. Сабақта не істейміз? Айтыңдаршы, не істейміз бүгін сабақта? Қалай ойлайсыңдар? Тыңдаймыз, сосын айтамыз, жазамыз. Не айтамыз, не жазамыз? Тапсырмалар. Қалқаман Сарин туралы. Сосын не өтеміз? Жаңа сөздер өтеді екенбіз. Сонымен бүгінгі сабақтың мақсаты балалар, тыңдалған мәтінді түсінесіздер, нақты ақпаратты анықтайсыздар тыңдалған мәтін бойынша. Сонымен қатар ауызша сұрақ қоямыз, сұрақтарға жауап береміз, шағын диалогке қатысамыз. Бұл бүгінгі біздің сабағымыздың несі екен балалар? Мақсаты екен. Сонынан қазақшасын қайталайық. Конкурс поэзия, жыр мүшайра. Жыр мүшайра. Родился, дүниеге келген. Призер, жүлдегер. Писатель, жазушы. Победитель, жеңімпаз. Член Союза, одақ мүшесі. Сборник, жыр жинақ. Жақсы. Алиса, бір оқып шық қазақшасын. Қазақшасын оқып. Жыр мүшайра, дүниеге келген, жүлдегер, жазушы, жеңімпаз, одақ мүшесі, жыр жинақ. Жақсы. 2 минут уақыт берем, дәптерге жазып алыңыздар. Тапсырма. Сіздердің алдарыңызда, барлықтарыңыздың алдарыңызда фраер моделі деген қағаз жазып ескеріп. Я фломастера. Топтық жұмыс. Дүниеге келген сөйлемдер. Бірге жазамыз, мағынасы жазушы. Кім ол жазушы деген? Жаз мағынасын жаз. Кім ол? 2 минут уақыт балалар, 2 минут.
Болдықпа? Birinchi top bo'ldik deydi. So'sin ikkinchi topda birinchi top бағалайды. Және үшінші topda ikkinchi top бағалайды. Tushunibmi? Sizda bormi? Сол жерде ат жөндерін жазасыздар, сыныптарыңызды жазасыздар, у каждого әркімде бір бөлек болды. Критерийлерге қараңдар. Келіңдер. Бірінші топ келді. Былай тұрамыз, айтамыз. Дүниеге келген. Тыңдайды. Мен қаңтарда дүниеге келдім. Жақсы. Кішкентай баланың суреті. Жақсы, үшінші топ. Қанша ұпай бересіңдер? Қанша ұпай? Бағалайсыздар. Қандай сөз? Сөзді оқы бірінші. Жеңімпаз. Жақсы. Келесі. Иллюстрация. Жеңімпаздың суреті тұр, я балалар? Келесі. Синоним жүлдегер. Жүлдегер. Өте жақсы. Сөйлем. Мен жеңімпаз. Қалай айтамыз, дұрыс па? Мен жеңімпаз дейді. Қалай болады? Дұрысы. Мен жеңімпаз бұн. Мен жеңімпаз бұн. Жақсы, отыра қойыңдар. Сонымен бірінші топ қанша ұпай береміз? Қанша ұпай береміз? Неге бір ұпай? Сөз жазушы, мағынасы шығарма жазды. Сөйлем жазушы, кітап жазды. Иллюстрациясы міне. Сурет жазып отырған адам, я? Синоним қаламгер. Жақсы, отыра қойыңдар. Екінші топ. Неше ұпай? Ұпай береміз. Данат неге? Мағынасын жазды бар. Иллюстрацияның дұрыс қолданды бар. Сөзбен сөйлем жазды бар. Синонимін жазды бар. Жақсы, сонымен барлығымыз 2 ұпай. Топ 2 ұпай болса, әр адам өзіне 2 ұпай қояды. Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Арқат ауылында дүниеге келді. 1994 жылы орта мектепті, 1998 жылы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің тарих факультетін бітірді. Еңбек жолымды мұғалім болудан бастадым. 1998 жылдан 2008 жылға дейін Қазақ ұлттық музыка академиясында оқытушы болдым. Халықаралық республикалық жыр мүшәйраларының жүлдегерімін. Халықаралық шабыт фестивалінің Екінші топ. Тез бұлама. Жазушы, қаламгер. Жүлдегер. Ұлттық университеттің тарих факультеті бітірген. Жеңімпаз. Жақсы, екінші топқа қанша ұпай? Екінші топты кім бағалайды? Бірінші топ қанша ұпай? Қанша ұпай? 1 ұпай. Жақсы, келесі үшінші топ. Айтып. Қахаман Gonzalez, жазушы, 1978 жылы дүниеге келген 8-ші қаңтарда. Қахаман Gonzalez, мұғалім. Айбек.
факультетін бітірген. Қалқаман Сарин, ол Жеңімпаз. Жақсы, жеткілікті отыра қойыңыз. Келесі. Ага, жақсы. Мен жеңімпаз болдым. Сіз қандай лицейде оқыдым? Оқыдыңыз. Қай мектепте оқыдыңыз дейді? Жетінші мектепте оқыдым. Енді бұл кішкене импровизация болып кетті, я? Мен 7-ші мектепте оқыдым. Болды ма, сұрақ бар ма тағы? Болды ма? Жақсы, отыра қойыңдар, шапақтап қояйық. Мен 1978 жылы 2-ші қаңтарында дүниеге келдім. Қалқаман Сарин, сіз қандай шығармаларды жаздыңыз? Мен ел ішіне қызым, жібек сүйдім және тылды Тағы басқа шығармалар жаздым. Қалқаман Сарин, сіз қайда оқыдыңыз? Мен 1998 жылы Алан Гумилев Гумилев атындағы Ұлттық университеті тарих факультеті бітірдім. Жақсы, отыра қойыңдар, шапақтап қойыңыз. Кім бағалайды? Неге? Барлық критерийлер бар ма? Барлық критерийлер бар. Бар, я? Жақсы, келесі кез. Мынау қандай тәртіпсіз көпшік алсын? Қай жылы? Мен 1978 жылы дүниеге келдім. Сіз қай университетте оқыдыңыз? Мен тарих Бітірдім. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің тарих факультетін бітірдім. Қалқаман Сарин, сіз қай мектепте оқыдыңыз? Мен 7-ші мектепте оқыдым. Жақсы, Қалқаман Сарин біздің мектепте оқыпты деген ақпарат жоқ еді.